семейдің жолы, республикалық жолы неге тарып салынған? Желінеді ақшасын. Мысалы, жоспарларында көрсетеді осынша. Оны қадағалау, жөндеу. Енді бір мысалмен айта салуға болады. Өткенде Атырау облысында опырылып кеткен жаңадан жасалған жол. Сонда қаншама көлік зардап. Бізде де мысалы Алматы мен Астананың тас жолында күніне қанша адам өліп жатыр. Негізгі себеп жаңа жолдың бітпеуі, сосын тар жерлері көбі озуға шығады, өйткені жүк көліктері көп, шудың құрылысына дейін мысалы. Сондай Тиімсіз жұмсалған қаржыларды қалай кім тексереді негізі? Негізі бірінші жаңа жоғарғы аудиторлық палатаға сұрақ қойды ғой, Ермат Сексуалды. Сол сияқты тексеру керек, бірақ кісінің жауабы күмәнді болды, қарастырамыз деп. Жауапкершілікті біреу кімде-кім алды, ол жауапкершілігіне мойнына алып қана қоймай, соған тікелей кінәлі адамдар жауап бермейінше бұл тоқтамайтын процесс. Мен мысалы жол мәселесі осымыз. Өтіретін 10 жыл болды ғой, осы сұрақтар. Бұл осы сұрақтар. Жауапты сол стандарт қарастырамыз. Және министрдің жауабы 100% жемқорлықта. Жауапкершілікті күшейту керек бірінші. Баяғыдан айтып жүргеніміз сол.